Қазіргі таңда толассыз пастар мен прессингтер футболдың ажырамас бір бөлігіне айналды. Көптеген командалар көп жағдайда комбинациялы командалы ойын стилін таңдайтындықтан, қазіргі кезде жалғыз бір футболшының бір емес бірнеше гол соғып көзге түсуі өте сирек кездеседі. Ал бұрындары бір ойыншының дубль немесе хет-трик жасап ерекшеленуі ол жай ғана әшейін футболдың сәні болатын. Қазіргі заманауи футболда бәрі басқаша. Кейде кейбір командалар ірі есеппен жеңіске жетіп жатады. Кімдер гол соққан екен деп қарайтын болсақ, ол жерден шабуылшылар ғана емес, тіпті қорғаушылардың да гол соққандарын байқаймыз. Сонымен бүгінгі шығарылымда нағыз футбол арнасы бар жауапкершілікті өзіне алып, командасын жалғыз өзі алға сүйреген тобын футболшылар топтамасын сіздердің назарларыңызға ұсынбақ. Бейнеролик басталмас бұрын қазақ тіліндегі футбол жайындағы арнамызды қолдап тіркеліп, еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басып жіберулеріңізді сұраймын. Олай болса, бастайық. Кавани. 2018 жылы өткен әлем чемпионатының 8-ден 1 финалдық кезеңінде Уругвай мен Португалия құрамалары жолығып, тартысты кездесу орын алды. Көптеген сарапшылар сол кезде Португалия құрамасын Уругвайда қиындықсыз жеңіп өтіп, алысқа дейін барады деп күтті. Алайда әйгілі шабуылшы Эдинсон Каванидің жоспары мүлдем басқаша болды. Әуелі матчтың 7-ші минутында Кавани Суарестің пасын сәтті пайдаланып, әуеден келген допты баспен ұрып, есеп ашты. Кейіннен ұзақ уақыт бойы Роналду бастаған құрама уругвайлықтарды қыспаққа алып, 55-ші минутта әрең дегенде таразы басын теңестіріп кетті. Алайда бұл сонда да әйгілі шабуылшы Эль Матадорды тоқтатпады. Арада 7 минут өте Кавани Португалияның қақпасына керемет гол соғып, өз ұлттық құрамасын ширек финалға алып шықты. Лукас Моура. 2019 жылы Чемпиондар лигасының жартылай финалында Аякс пен Тоттенхем командалары күш сынасты. Екі ойыннан тұратын текетірестің алғашқысында Тоттенхем өз алаңда голландиялықтарға 0-1 есебімен есе жіберген болатын, және осылайша олардың келесі сынға өтуі қиындай түскен еді. Қарымта екінші ойын Тоттенхем үшін трагедиялы күйде басталды. Матчтың 5-ші минутынан-ақ Аякс есеп ашып, Матис де Лигт гол авторы атанды. 35-ші минутта Аякс қайтадан гол соғып, осылайша жалпы есеп Аякстың пайдасына 3-0 болып кетті. Сол сәтте терең нокдаунға түскен Тоттенхем 3 гол соғып жеңісті жолып алады дегенге ешкім де сенбеді. Алайда ағылшындықтар Лукас Моураның таңғажайып ойынынан тікелей арқасында адам сенгісіз камбэк жасады. Әдетте мұндай жауапты сәттерде жанкүйерлер аты белгілі лидер ойыншыларға сеніп, олардан нәтиже күтеді. Алайда Тоттенхем сапынан Дели Али де емес, Эриксен де емес, тіпті Сон Хемен де емес. Лукас Моура ешкім күтпеген және ойламаған жерден атып шығып, Тоттенхемді жалғыз өзі алға сүйреді. Бразилиялық шабуылшы тоқтау деген нәрсенің не екенін естен шығарып, 55-59 сонымен қатар соңғы 96-ші минуттарда гол соғып, Тоттенхемді финалға алып шықты. Қадірменділер, бірер секунд уақыттарыңызды бөлуге тура келеді. Өкінішке орай көрермендеріміздің басым көпшілігі видеоны қарап, тіркемей жай ғана өтіп кете салады. Соның салдарынан статистикаға сәйкес бақандай 60%-ға жоқ көрермендеріміз видеоларымызды тіркелмей көреді екен. Осы тұста бізге сіздердің қолдауларыңыз ауадай қажет. Егер әлі тіркелмеген болсаңыздар, арнамызға жазуларыңызды сұраймын. Біздің арнадағы видеоларда ешқандай да букмекер мен казино деген секілді бас ауыртарлық құмар ойындар атымен жарнамаланбайды. Сондықтан видеоларымызды еш алаңсыз тамашалай аласыздар. Ендеше жалғастырайын. Рафиня. 2024 жылы Чемпиондар лигасының жалпы топтық кезеңі қарсаңында Барселона өз алаңында Бавариямен күш сынасты. Барселонаға бұл ойында қалайда да жеңіске жетіп, кек қайтару ауадай қажет болды. Өйткені осыған дейінгі ойындардың барлығында Бавария Барсаға аяусыздық танытып, оларда талай рет ірі есеппен талқандаған болатын. Жай ғана 2020 жылы болған ойындағы 2-8 есебін айтсақ та жеткілікті шығар. Бразилиялық жұлдызды шабуылшы Рафиня Диас бұл ойында өзінің бар өнерін көрсетті. Алдымен ол матчтың бірінші минутынан-ақ қақпашымен бетпе-бет шығып, есеп ашты. Дегенмен 18-ші минутта қонақтар сапынан Харри Кейн таразы басын теңестіріп кетеді. 36-ші минутта Левандовски каталондықтарды қайтадан алға шығарды. 45-ші минутта Рафиня Герейроды алдап өтіп, оң аяғымен соққы жасап, өзінің екінші голын соқты.
Содан соң 56 минутта бразилиялық вингер Ямальдың керемет пасын ұтымды пайдаланып, Нойер қорғаған қақпаны дәл көздеді. Осылайша Рафиня командасын алға сүйреп, Азулы немістердің қақпасына 1 емес 3 топты соғып, өз командасы үшін Бавариядан кішігірім кек алып берді. жылғы Чемпиондар лигасына 8-1 финалдық кезеңінде PSG мен Реал командалары өзара күш сынасты. Бірінші Франциядағы өткен матч PSG-ның 1-0 есебімен аздаған басымдылығымен аяқталып, Мадридтегі қарымта ойында нағыз мақтаның кім екендігі сарапқа салынды. Матчтың 39 минутында Килиан Мбаппе гол соғып, осылайша қос ойын бойынша PSG Реалда 2-0 есебімен жеңіп жатты. Екінші таймның орта тұсына дейін мадридтіктер PSG қақпасынан осал тұс таба алмай, біраз уақыт бойы қиналуға мәжбүр болды. Реалға осыншалықты өте қиын жағдайда команданы алға сүйрейтін біреу ауадай қажет болды. Және әрине Карим Бензема дер кезінде іске қосылды. Алдымен ол 61 минутта Доннарумаға орасан зор қысым жасап, топты тартып алып, таразы басын теңестірді. 76 минутта француздық сұрмерген Модричтің пасын қалт жібермей есепті 2-1-ге жеткізді. Бұдан бірер минут қана уақыт өткенде гол жіберіп алған қонақтар топты ортадан енді бастай бергенде Реал қайтадан шабуылға лап қойып, Бензема Доннарума қорғаған қақпаға 3-ші голын соғып, хит-трик авторы атанып шыға келді. Месси, Неймар, сондай-ақ Мбаппе бастаған жігіттер өз көздеріне өздері сене алмады. Сөзсіз Карим Бенземаның таңғажайып ойынымен жасаған хет-тригі күллі әлемді бір таңғалдырып тастады. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Роналду. 2019 жылдың наурыз айында Ювентус Чемпиондар лигасының 8-1 финалдық кезең аясында Атлетикомен жолықты. Испания еліндегі орын алған бірінші матчта мадридтік ұжым туриндіктерге еш мүмкіндік бермей, 2-0 есебімен жеңіп, келесі кезеңге өтуге үлкен қадам жасаған болатын. Ювентустың бұл жеңілісі басқа Криштиану Роналдуға эмоциялық тұрғыдан ерекше қатты ауыр тиді. Неге десеңіздер, Атлетико жанкүйерлері Криштианудың шаруасы бітті, қартайды, шал болды деп, оны әбден күлкі-мазаққа айналдырды. Бұдан қалмай басқа да түрлі басылымдар мен әлеуметтік желідегі парақшалар да Португалдық жұлдызды аяусыз сынның астына алды. Алайда ол кезде Туриндегі қарымта ойында не болатынын ешкім де білмеді. Алаң қожайындары бірден Атлетиконы қыспақ қалып, қаншама шабуылдар ұйымдастырды. Алайда өздеріңіз білетіндей 11 ойыншы болып қорғанаты мадридтіктерге гол соғу кез келген команда үшін оңай шаруа емес. Десе де салқын қанды Роналду матчтың 27 минутында баспен дәл соққы бағыттап есеп ашты. 49 минутта Жоау Канселудың әуелеті басырған пасын Роналду сәтті пайдаланып, қайтадан баспен гол соғып кетті. Кейіннен кездесудің 86 минутында Атлетико қақпасына пенальти белгіленіп, Португалдық жұлдыз 11 метрлік айып тобынан мүлт кетпей, хет-трик авторы атанып, есеп 3-0-ге жетті. Міне, осылайша Роналду үміт үзбей соңына дейін шайқасып, өз командасын жалғыз өзі алға сүйреп, кезекті рет барлық хейтерлерінің үнін өшірді. Неймар. 2017 жылы Чемпиондар лигасының 8-1 финалдық кезеңінде Барселона өз алаңында PSG-мен күш сынасты. Бірінші Франциядағы орын алған матчта PSG Барсаға ешқандай мүмкіндік берместен 4-0 есебімен күл-талқан қылды. Бұл матчтан соң каталондық ұжым жанкүйерлерінде келесі кезеңге өтуге ешқандай да үміт қалмаған болатын. Алайда Камп Nou стадионда нағыз таңғажайып жағдай орын алып, Барселона адам сенгісіз камбек жасап, 6-1 есебімен жеңіске жетті. Сөзсіз Барселонаның бұл жасаған камбегі Неймардың үлкен үлесінің арқасында болды десек, артық айтқанымыз емес. Сөз жоқ, Барса сапынан Неймардан өзге Месси, Суарес, Иньеста және әрине Серхи Робертолар көзге түскенін жоққа шығарудан аулақпыз. Бірақ та Барсаны соққан сол 6 голының 4-еуіне Неймардың тікелей қатысы болды. Бразилиялық жұлдыз 88 мен 91 минуттарда гол соғып, дубль жасады. Және шешуші гол соғылған 95 минутта голдық пастың авторы атанды.
Сонымен қатар Неймар 50 минутта өз командасының пайдасына пенальти алып келді. Осылайша Неймар осынша өте қиын, тіпті ешқандай да шанс жоқ деп есептелген ойында өз командасын алға сүйреп, тарихта қалған сол ғажайып камбэктің басты қаһармандарының бірі атанды. Родриго 2022 жылы Чемпиондар лигасының жартылай финалында Реал мен Манчестер Сити командалары күш сынасты. Ағылшын еліндегі Этихад стадионындағы болған бірінші матчта қос команда бір-бірін аяусыз соққының астына алып, Ситилік клуб 4-3 есебімен жеңіске жетті. Сөйтіп Мадридтегі қарымта матчта қай команданы финалға өтетіні сарапқа салынды. Бұл жолы алғашқы матчтағыдай көп гол соғылмады. Тек 73 минутта Рияд Марез гол соғып, Манчестер Сити алға шығады. Бұл голдан кейін Реалдың жағдайы қиындап, оларға бір емес 2 гол соғу қажеттілігі туындады. Және бұл есеп ақырғы 90 минуттарға дейін сақталды. Осындай аса ауыр жағдайда не ойлап табуға болады, не істеуге болады деп үміттері үзіліп бара жатқан Реалға қайтадан дер кезінде қаһарман табыла білді. Дәл 90 минутта бразилиялық шабуылшы Родриго сатылып шығып, Бенземаның пасын қалт жібермей таразы басын теңестірді. Бұдан бар жоғы бірер минут өтер-өтпестен Родриго қайтадан кенеттен пайда болып, Карвахальдың асырған добын баспен ұрып, голға айналдырды. Ойынның қалған бөлігінде Бензема овертаймда пенальтиден гол соғып, осындай үлгіде Реал Ситиді 3-1 есебімен жеңіп, финалға жолдамалды. Міне, осылайша ешқандай мүмкіндік қалмады деп отырған жерден Родриго ойынның соңғы секундтарында 2 гол соғып кетіп, Реалдың басты қаһарманы атанды. Өз командасын жалғыз өзі алға сүйреді деген осы болар. Мбаппе 2022 жылға әлем чемпионатының финалында Аргентина мен Франция құрамалары күш сынасып, нағыз драмаға толы аса тартысты матч орын алды. Ойын бастала салысымен-ақ аргентиналықтар Мессидің әлем чемпионатын жеңгенін қатты қалайтындықтарын көрсетіп, француздарда қаспақ қалды. Сөйтіп кездесудің 23 минутында Аргентина құрамасының пайдасына пенальти белгіленіп, Лионель Месси есеп ашты. 36 минутта Ди Мария есепті 2-0-ге жеткізді. Сарапшылар мен көптеген футбол жанкүйерлері Франция құрамасына не болғанын түсіне алмастан әлек болды. Өйткені толық бір тайм бойы олардың алаңда бар жоғы байқалмай, Месси бастаған жігіттер үстемдік етті. Бұл есеп ойынның ақырғы минуттарына дейін сақталды. Францияның сапынан тек Килиан Мбаппе ғана жеңілгісі келмегендей, алдымен ол 80 минутта пенальтиді сәтті орындап есеп айырмасын қысқартты. Және бұдан 1 минут өте Килиан тамаша комбинациядан соң Маркос Тюрамнан пас алып, керемет гол соғып таразы басын теңестірді. Ойынның негізгі 90 минуты осылай 2-2 есебімен тең аяқталып, матч қосымша экстра таймдарға дейін жалғасты. 108 минутта Лео Месси гол соғып, ойынның нүктесі қойылғандай болды. Алайда Мбаппенің сонда да тоқтаймын деген ойы атымен болмады. Соңғы минуттарда Килиан өз командасының пайдасына пенальти алып келіп, 118 минутта оны өзі сәтті орындап, кездесу 3-3 есебімен тең аяқталды. Алайда өкінішке орай Килиан Мбаппенің жанталаса хет-трик жасап, қолынан келгенін барын салып тырысқан еңбегі ақталмады. Пенальти сериясында аргентиналықтар 4-2 есебімен басым түсіп, чемпион атанды. Осылайша әлем чемпионатының финалында командасының жалғыз өзі алға сүйреп, хет-трик жасағанның өзінде де Мбаппе жүлдесіз қалды. Левандовски 2013 жылы Чемпиондар лигасының жартылай финалында Дортмундтық Боруссия мен Реал командалары кездесті. Дәл сол сәтте Боруссияда Реалда бір-бірінен еш қалыспайтындай мықты болатын. Клуб бастаған немістік ұжым сапынан Ройс, Гюндоган, Гьоце, сонымен қатар Левандовски сынды ойыншылар жасындай жарқырап жүрген кез еді. Сөйтіп 2013 жылдың 24 сәуірі күні Сигнал Идуна Парк стадиондағы болған матчта ешкім ойламаған жағдай орын алды. Дортмундтықтар өз жанкүйерлерінің көз алдында, нақтырақ айтқанда Роберт Левандовски Мадридті Реалдың тас-талқанына шығарды. Алдымен ойыны 8 минутында польшалық шабуылшы Гьоценің асырған добын іліп әкетіп, есеп ашты. Кейін бірінші тайм аяқталар тұста Роналду таразы басын теңестірді. Ал әрі қарай Левандовски Реал командасына аяусыздықтың не екенін көрсетті. Ол кездесудің 50-55, сондай-ақ 66 минуттарында қонақтар қақпасына жауапсыз 3 голды топырлатып,
жалпы саны 4 голды соғып, покер авторы атанды. Осылайша польшалық сұрмерген бірінші матчта жалғыз өзі өз командасын алға сүйреп, Реалда тас-талқан етті. Келесі ойында Мадридтік ұжым 2-0 есебімен жеңді. Десе де сонда да Левандовски бастаған команда бірінші матч нәтижесінің арқасында финалға жолдама алды. Месси 2015 жылы Чемпиондар Лигасының жартылай финалдық кезеңінде Барселона Бавариямен күш сынасып, Хосе Гвардиола талай жылдар бойы өз жаттықтырған командасына қарсы ойнады. Камп Ноудағы болған алғашқы матчтың алдында немістік әйгілі қақпашы Мануэль Нойер: "Мен Мессиді қатты құрметтеймін, алайда оған қарсы ойындарда алаңда кімнің нағыз бастық екендігін көрсету маңызды" деп мәлімдеген болатын. Бұл аргентиналық шабуылшы Лионель Мессиді ойынға 2 есе мотивациямен дайындалуға мәжбүр еткен болар. Камп Ноу стадиондағы матчта ол расымен де Нойер мен Бавария ойыншыларына алаңда кімнің нағыз бастық екендігін ісімен дәлелдеп берді. Алайда ойынның өзінде Неймар, Месси және Суарес триосына Бавария қақпасына соңғы минуттарға дейін гол соғу мүмкін болмай, өте қиынға соқты. Дегенмен Месси бар жауапкершілікті өзіне алып, дер кезінде іске қосылды. Әуелі ол кездесудің 77 минутында Дани Алвестен пас алып, бірден қақпаға жойқын соққы бағыттап есеп ашты. Бұдан 3 минут өтер-өтпестен Лео өзге ғаламшарлық режимін іске қосып, Бавария қорғаушысы Боатеңді бала шалдап отырғызып кетіп, топта жай ғана Нойердің үстінен асыра салып, екінші голын соқты. Сондай-ақ соңғы 94 минутта аргентиналық жұлдыз Неймарды қақпашымен бетпе-бет шығарып, нәтижелі пастың авторы атанды. Міне, осылайша Лео Месси қиын сәтте өз командасын жалғыз өзі алға сүйреп, Барселонаны финалға алып шықты. Дәл сол кезде Месси 28 жасында болып, нағыз прайм кездердегі ойындарын жанкүйерлерге паш етіп жүрген кездер еді ғой шіркін. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.